Саламатсыздар ма? Мен Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Жетібай ауылындағы Жауқазын бөбекжайының педагог-психологы Шараева Перизат Сюжанқызы. Еңбек өтілім 9 жыл. Санатым педагог-модератор. Бүгінгі педагогикалық идеялар фестиваліне алып келген тақырыбым түзету емес дамыту, креативті терапия. Бұл жерде креативті терапия дегеніміз құммен жұмыс, су терапиясы және пластинография арқылы эмоциялық дамуды қолдау. Яғни эмоциялық дамуды қолдау дегеніміз тұлғалық дамудың негізгі бөлігі болып саналады. Креативті терапия бұл баланың ішкі әлемін қауіпсіз ортада ашуға мүмкіндік беру. Құм, су және пластилинмен жұмыс жасау арқылы баланың сенсомоторлық тәжірибені күшейтіп, эмоцияны есте ұстау, реттеу және білдіру қабілеттерін дамытады. Бұл жерде түзету емес дамыту дегеніміз тәрбиеленушіге бағытталған гуманистік педагогиканың басты қағидасы болып саналады. Біздің мақсатымыз креативті терапия әдістерін қолдану арқылы тәрбиеленушілердің эмоциялық дамуының деңгейін қолдау және тұрақтандыру және оны дамыту. Бізде тәрбиеленушілерді ішкі эмоцияларын қауіпсіз ортада білдіруге жағдай жасау. Яғни бұл біздің міндетке кіреді. Құммен, сумен, пластилинмен жұмыс арқылы сенсорлық тәжірибесін байыту, эмоцияны тану, табу және реттеу дағдыларын дамыту, шығармашылық қабілеттерін, қиялды ұсақ моториканы дамыту және оқу процесінде стрессіз бейімделуге көмектесу болып табылады. Қазіргі таңдағы барлық балабақшаларда, қоғамдық жерлерде өзектілік болып танылатын басты мәселе бұл тәрбиеленушілердің қазіргі ақпараттық жүктеме көп балаларда. Эмоциялық қысым көп, әлеуметтік салыстыру мен қарбалас жағдайына балалар жиі ұшырайды. Соның әсерінен балада мазасыздық, өзіне деген сенімсіздік, агрессияға ұшырайды, тұйықтық сияқты жағдайлар жиі кездеседі. Дәстүрлі түзету әдістері бұл балалардың шығармашылық табиғатына әрдайым сәйкес бола бермейді. Осыған байланысты креативті жұмсақ терапия бұл, яғни құм, су және пластилин арқылы эмоциялық жағдайларды реттеу. Педагогикада жоғары нәтиже көрсететін заманауи тәсіл болып саналады. Сондықтан бұл әдіс қолжетімді, қауіпсіз және кез келген білім беру мекемелерінде қолдануға икемді. Бұл бізде баланың эмоциялық дамуы мен оның оқуына, мінезіне, қарым қатынасына және жалпы психологиялық денсаулығына тікелей әсер етеді. Қазіргі педагогикалық үдеріс баланың бұл тек академиялық жетістігіне емес, сонымен бірге психоэмоциялық жағдайына назар аударуды талап етеді. Креативті терапия бұл оқу процесіне интеграцияланатын жеңіл табиғи арт-технология. Себебі ол баланы еркіндікке жетелейді. Ішкі шиеленісін төмендетеді, ойлау мен сөйлеу белсенділігін ашады. Осы педагогикалық идеяны балабақшадағы педагогтерге, психологтарға және бастауыш сынып мұғалімдеріне тиімді әдістемелік. Біздің негізгі бөлімімізге келгенде креативті терапияның педагогикалық негіздері. Креативті терапия дегеніміз не? Арт-терапия бұл арт педагогиканың элементі болып табылады және баланың тұлғалық дамуына бағытталған. Оның педагогикалық негіздері мыналардан тұрады. Бірінші бұл сенсорлық тәжірибе. Бұл баланың эмоциясын сезіну және оны сыртқа шығару арқылы құм, су, пластилин сияқты материалдар арқылы жүзеге асады. Сенсорлық әрекет бұл баланың ішкі күйін түсінуге, эмоциясын тануға және оны басқаруға мүмкіндік береді. Келесі бізде шығармашылық қимыл бағыты. Бұл балалар өз эмоциясын бейнелеу үшін әртүрлі формалар, түстер, символдар қолданылады. Бұл әрекет арқылы олардың қиялын дамытып, өзін-өзі көрсету дағдыларын қалыптастырады. Келесі бізде өзіндік реттеулі механизмдер. Бұл креативті терапия баланың өзінің эмоционалды жағдайын бақылауға үйретеді және өзін-өзі тыныштандыруды меңгереді бұл жерде бала. Бізде соңғы қауіпсіз қарым-қатынас принциптері. Бұл терапия процесінде бала өзін қорғалатын ортада сезінеді. Яғни бұл сенімділік қалыптастырады, топтағы ынтымақтастықты күшейтеді және психологиялық жайлылыққа ықпал етеді. Бізде терапия кезең-кезеңімен жүзеге асырылады. Диагностикалық кезең болады, терапиялық модульдер болады, рефлексия болады, бекіту болады және қорытынды жұмыс. Яғни қорытынды жұмыс баланың эмоцияны түсіндіру және талдау қабілеті артады. Өзін-өзі
тануы реттеледі баланың ішкі өзгерісі, қабылдау қабілеттері, жетістіктері, әрі қарай даму жолдары айқындалады баланың. Бізге бұл креативтік терапияның тиімділігі эмоцияны тану, эмоцияны реттеу, өзін-өзіне деген сенімділік, шығармашылық белсенділік және қарым-қатынас. Балалардың ынтымақтастығы артады бұл жерде, қиялы, моторикасы, ұсақ қол моторикасы дамиды, қарым-қатынасы, баламен қасындағы серіктесімен бірге бала қарым-қатынас жасай алады. Және балада ашушаңдықтың төмендеуі, бала өзінің сезімін дұрыстай алады. Бұл жерде біздің өзіміздің өткен бұл мына жердегі пластилинография дегеніміз пластилинмен жұмыс жасау. Бала өзінің қиялын дамыту арқылы еркін түрде бала пластилинмен қандай нәрсе жасағысы келеді, сол арқылы бала жұмыс жасайды. Қол моторикасы арқылы. Келесі бізде құм терапиясынан үзінді, балалардың құммен жұмыс жасауы. Одан кейінгі бізде су терапиясы, бала суды ұстап келесі ыдысқа апаруы, баланың қыстырғышпен ұстап апаруы, суды сезінуі баланың еркін, өзі қалай ұстап, қалай апарғысы келеді, бала соны қайталайды. Бүгінгі тақырыптың тиімділігі неде? Бұл түзетуді емес, дамытуды көздейді. Яғни қысымсыз ойын арқылы балалар жұмыс жасайды. Әр балаға жеке бағытта әсер етеді. Баланың өзін тануға, даму ырғағына және өзін ортада ұстауына әсер етеді. Тыңдағандарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.